Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі. Бүгін міне 2022 жылдың мамыр айының 17-сі. Бізге бүгін бізге нағыз ата жұртқа тағы да бірнеше ата-ана келіп отыр. Олардың бізге келгендегі себебі қаңтар қырғынына байланысты өздерінің балаларының жазықсыз жалалы болып, әлі де түрмелерде азапталып жатқаны болып отыр. Жалпы қаңтар қырғыны біздің қазақ тарихында қанды қасіретпенен қалатыны белгілі. Бұл енді біздің осы дәл қазіргі жағдайымызда, қазіргі қоғамымыздағы асқынған қоғамдық мәселенің және саяси жағдайлардың бір көрінісі болып табылды. Қаншама жас балалар, оның ішінде оның көп сандысы осы ел үшін, осы елім ел болып кетсін, еліме бір әділетті теңдік қоғам орнасын, халық мына заттың бағасы түсіп, халық бір кең баяшат өмір сүрсін деген арманменен, тілекпенен, және өзімізді басқарып отырған биліктің бейбіт түрде көшеге шығып, менің өз ойымды, пікірімді айтсам, маған ешқандай қауіп төнеді деп ойламады. Себебі сенді. Жоғарыдағы көкелеріне сенді, президент болып отырған кісілерге сенді. Қару ұстаған біздің армия мен ішкі істердің жай қолында ешқандай қару жоқ, бейбіт түрде көшеге шыққан халықты қырып салады деп үш ұйықтаса түсіне кірме берді. Бірақ та олардың ойлағанының керісінше болып, біздің билік және осы біздегі осы қазақ халқының жастарын қорғау керек болған өзіміздің армия және де президент болып отырған Тоқаевтың шақыруыменен ОДКБ-ның, анығырақ айтқанда орыстың әскері келіп қынадай қырып салды. Және де жай қырып салған жоқ, сол теңдікті талап еткен, елім ел болсын, елім сүрінбесін, шаңырағымыз биік болсын, шын мәніндегі тәуелсіз ел болайық, көркейік, гүлденейік деп сол мақсатпенен қана көшеге жиналған жастарды қырып салғанымен қоймай террорист деп жала жапты. Қаншамасы сол жерде Тоқаевтың ескертусіз оқ ата беріңдер деген сұмдық бұйрығына кейін дереу атылып кетті сол жерде. Қаншамасы кейіннен тұтқындалып түрмелерде үстілеріне ыстық су құйып, үтік басып, белдерін сындырып, қасақана басқа да көптеген сұмдық қинау тәсілдерін қолданып, соның кесірінен өліп кетті немесе мүгедек болып қалды. Ал сол қинау, жалалау әлде де жалғасып жатыр. Қаншама жастарымыз өзінің осы елдің азаматымыз деп ойлайтын жастар көктей солды немесе болашағынан айырылды. Мүгедек болған жастар болашағынан айырылмай не болды? Ал енді бұны біз асырып айтып отырғанымыз жоқ. Біз айтсақ, нағыз әрбір дәлелге сүйене отырып, әрбір сол азапталып жатқан жастардың түрмеде ешқандай жазықсыз талай жылға сотталып кеткен немесе әлі сотталмаса да сотталып кету қаупі төніп тұрған кісілердің, жігіттердің ата-аналары, жақындары келіп бізге айғақ беріп отырғандықтан, нақтылы қолдарымызда айғақ болғандықтан айтамыз. Соның дәлелі ретінде бізге тағы да бірнеше ата-ана келіп отыр бүгін. Қазір олардың өз аузымен айтқан жағдайларын естисіздер. Бұл жастарға ата-аналарының айтуынша жаппай тәртіпсіздікке қатысты, яғни 272-ші Қылмыстық істер кодексінің 272-ші бабы 2-ші тармағы бойынша жала жабылып отырған көрінеді. Ал енді осы ата-аналардың өз аузынан тыңдаңыздар. Мен Тұтқабекова Арайлым, Қазақстан Республикасы азаматымын, Алматы қаласының тұрғынымын. Оқи берсеңіз. Біз қазақстандықтар 2022 жылдың қаңтарында қайғылы оқиғаларды бастан өткердік. Біздің көптеген азаматтарымыз құқық қорғау органдарының қызметкерлері тарапынан азаптауға, ұрып соғуға және заңсыз түрде ұстауға ұшырады. Осындай тағдырға менің ұлым Тұтқабеков Алмас душар болды. Ұлымды 24 ақпан күні сағат
іштер шамасында ұстап алып кетті. Бірақ та протокол бойынша тағы 9-да болды деп жазған. Осының өзінде 6 сағат бойы баламды азаптап ұстап, заңсыз түрде айтпаған нәрсе қасым. Баламның қолын байлап, басына мешок кигізіп ұрып соққан. Ұрып соққан кезде менің ұлым 3 рет талып қалған. Қорқытып, қазір жүрегі шыдамайды деген справка аламыз. 15 жылға соттаймыз. Сен ешкімге керек емессің. Қазір унитазға басыңды сұғып, дубинка тығамыз деген айуандық әрекеттер жасаған. Баламды қорқытып ұрып, істемеген нәрсесін істеді деп айтасың деген. Тергеуші Боранбек Улан 24 ақпан күні ұрып соғып, қорқытып, адвокатсыз баламды 6 сағат ұстап, бірнеше құжаттарға қол қойдырып алған. Мен ертесі баламды әреңіз деп тауып барған кезде көзі көгеріп, басында бірнеше жеріне гематома көрдім. Гематома болды, және қолы дірілдеп, жалтақтап қорқып отырғанын байқадым. Алматы қаласының полиция департаменті қызметкерлері толық заңсыз әрекет жасағандарын көрсетті. Ең сорақысы, осы аталған бас прокуратура қызметкерлерінің ешқайсысы тиісті жазаларын алып отырған жоқ. Алайда Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу мұнымен аяқталған жоқ. Қамауға алынғаннан кейін 26 ақпан күні менің ұлымды Си-18-ге жеткізіп қамады. Ол жерде де баламды сол мекеменің қызметкерлері ұрып соғып, қорқытып, сен неге біздікілерді ұрасың деген, немесе сен сотталасың деп моральдық давление жасаған. Сол жердегі оперлер баламды демалыс күндері, яғни 6, 7, 8 мартта демалыс болды ол кезде. Сол кезде барған, сол жерде адвокатсыз одан тергеу жасаған. Сен егер бізге көмектесіп, бізбен жұмыс жасамасаң, сені 5 жылға соттаймыз деп қорқытып айтқан. Мен осы жағдайды Си-18-дің бастығына айтқан болатынмын. Сол кезде Си-18-дің бастығының маған берген жауабы былай болды. Бізде Айбек есімді адам жұмыс істемейді деп тек қана хат арқылы ғана жауап берді маған. Маған Айбек есімді адам жұмыс істемей ма, маған оны қызықтырмайды. Неге менің баламды Си-18-дегі 18-де болған жағдайында қадағалап, өмірінің қауіпсіздігіне жауап бермейді. Аталған фактілер бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтерінің тарапынан қылмыстық іс қозғалды. Бірақ олар әлі қағаз жүзінде ғана болып тұр. 3 ай болды менің баламның сол Си-18-де отырғанына. Барлық құқық қорғау жүйесі бір-бірімен мүлде тергелмеді. Бір айдан аса менің ұлымнан әлі жауап алынбады. Ұрып соғудан анықтау бойынша сараптама жүргізілмеді. Осылайша біздің барлық құқық қорғау жүйесі бір-бірін жабады, бір-бірінің айтқан бір-бірімен деген пікір қалыптасады. Кішкентай кезінен бастап менің ұлым әлсіз өсті. Мен оны өзім өсірдім. Менің ұлым қалада туып өскен, ақылды, ақкөңіл, өте жақсы бала. Ол ешқандай тәртіпсіздіктерге қатыспаған, ондай жерлерден алыс жүретін бала. Коменданттық сағат кезінде де менімен бірге үйде отырды. Мен ана ретінде қоғамның назарын осы жағдайға аударғым келеді. Еліміздің барлық азаматтарынан мені және менің ұлымды қамаудан босатуын, ұлымды заңсыз айыптаудан жол бермеуіне көмектесуін сұраймын. Арайлым, сонда Алмасты ұстаған туралы бір видео факттар табылды ма? Олар көрсете ме, жоқ көрсетпей ме? Видео фактілер жоқ. Негізінде елдің бәріне сол айтады екен, бар деп, бірақ та әлі ештеңе көрсеткен жоқ. Өздеріңізге көрсетпеді, иә? Көрсеткен жоқ. Үйде отырған бала болса, ол видеоға түсу мүмкін емес қой. Okay. So, ladies and gentlemen, today is the 17th of May 2022, and we are in Nagız Atajurt Human Rights Organizations. Today we have Araylım Tutkabekova. She came to our office according to the
bloody events in January in Almaty City 2022. Aralim Tutkabekova is filing a complaint because of her son Almaz Kanat Ule Tutkabekov, born on the 17th of June 1999, according to January events. He was detained on the 24th of February 2022 in his flat in Almaty. He was beaten, put a black sack on his head, and he was tortured much that he lost consciousness 3 times within 6 hours and forced to sign some papers without reading and explanations. He was intimated with charging articles that he was put in prison, and so he was forced to sign unknown papers. He is charged with Article 272, Part 2, that means participating in mass riots. His case isn't proved yet. His health is in bad condition now. He has heart problem, a high blood pressure. He is in CI 18 pretrial prison now in Almaty City. And Aralim's phone number is +7707 2030 176. And as well, Aralim, сіз жаңағы Дикий Арман туралы айттыңыз ба? Соған сол Дикий Арманның ісіне қатысы бар деген сияқты қосылды дегенді айттыңыз ба қазір? Жоқ, айтпадым. Айтасыз ба соны? Оған қатысы бар деп айтып жатқан жоқ. Айтқан жоқсыз, иә? Қатысы жоқ енді. Okay. So, and Aralim would like to help his son to be released from the prison as soon as possible. Thanks for attention.